Баршаңызға сәлем, құрметті арнамның көрермендері. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге бір қамырдан екі түрлі пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте оңай, тез дайындалатын сүзбелі пирог пен қаймақты пирогты менімен бірге дайындап көріңіздер. Егер де арнама тіркелмеген жаңадан келген оқырманым болсаңыздар, міндетті түрде арнама тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қоюларыңызды сұраймын. Себебі келесі видео рецепте дәл осы печеньеларды барлығын бір қамырдан қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Сондықтан арнамды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Таза құрғақ ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды және де қантымызды салып, оның үстіне бөлме температурасында жұмсақ езіліп тұрған сары майымызды қосып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Мен миксермен араластырып жатырмын. Венчикпен не болмаса шанышқымен араластырсаңыздар да болады. Ең бастысы барлық ингредиенттеріміз біріксе болғаны. Мінекей біздің барлық ингредиенттеріміз бірікті. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызға разрыхлителімізді қосып, араластырып, қоспамызға қосамыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге кіріп қарап көрсеңіздер болады. Байқасаңыздар, мен ұнды аз мөлшерден қосып отырмын. Себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Сондықтан міндетті түрде ұнды бөліп қосып илеңіздер. Егер арнама әлі де тіркелмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде тіркеліп қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің жүктеген видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Мінекей біздің қамырымыздың басы бірікті. Дәл осылай біріккеннен кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илеп, оны пищевая пленкаға орап, бір бұрышқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Сүзбелі бәліш дайындау үшін бізге сүзбе және де оның үстіне 2 дана жұмыртқамызды, оның үстіне қантымызды, оның үстіне манная крупамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бірден блендермен ессеңіздер де болады, бірақ та мен осылай басын біріктіріп, ең алдымен осылай барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді барлығын блендермен жақсылап еземіз. Біздің ірімшіктеріміз барлығы түйіршіктері кетіп майда болғанға дейін блендермен жақсылап езіп аласыздар. Мінекей біздің салмамыз дайын болды. Енді алдын ала пергамент қағаз төселген формамызға қамырымызды салып, жақсылап тегістеп жаямыз. Менде форманың диаметрі 24 сантиметрлік және де бортиктарын майлауды ұмытпаңыздар. Қолымызбен осылай майдалап, барлық жері біркелкі тегіс болғанға дейін қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Қамырымыздың шеті әдемі көріну үшін осылай шанышқымен барлық жерлерін күйіп шығамыз. Қамырымыз көтеріліп кетпес үшін қамырымызды шанышқымен ортасынан тесіп шығамыз. Енді салмамызды құйып, ауасын шығарып осылай ұрамыз. Міндетті түрде осылай ұрып алыңыздар. Және де қамыры сыртына жақсылап көтеріліп кетпес үшін үстінен басып қоюды да ұмытпаңыздар. Мінекей біздің барлық салмамызды салдық. Енді ягоды қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен осылай замороженный клубниканы кесек бөліктерге бөліп қостым. Алдын ала қызып тұрған пешке 170 градусқа 45 минутқа қойып пісіріп аласыздар. Енді келесі қамырымызды дәл осылай дайындаймыз. Мен қамырын дайындап қойдым. Салмасына 20% қаймақ, оның үстіне қантымызды қосамыз, оған жұмыртқамызды қосамыз және де кукурузный крахмалымызды қосамыз. Ванилин қоссаңыздар да болады, мен бірақ қоспадым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге кіріп қарап көрсеңіздер болады. Және де крахмал қосу міндетті. Егер де крахмал қоспасаңыздар, онда сіздердің салмаларыңыз қатпай қалады. Енді формамызды дайындаймыз. Алдын ала пергамент қағазын төсеп қойдым және де бортиктарын майлауды ұмытпаңыздар. Форманың диаметрі 24 сантиметр және оның үстіне дайындап қойған қамырымызды бір тегіс етіп жаямыз. Қамырын дәл творожный пирогқа жасағандай жасап аласыздар. Бірден 2 пирогтың қамырын бірге илеп алсаңыздар да болады. Мен сіздерге түсінікті болу үшін бір пирогтың қамырының видео рецептісін көрсеттім. Егер де 2 пирог жасайтын болсаңыздар, қамырын 2 есе немесе 3 есе жасай берсеңіздер болады. Бұл қамыр өте жұмсақ песочный болып шығады, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қамыры қатты көтеріліп кетпес үшін осылай шанышқымен түйреп қоюды да ұмытпаңыздар. Мінекей барлығын осылай видеодағыдай жасап шығасыздар.
Енді дайындап қойған салмамызды құямыз. Міндетті түрде қыздар 20% сметана қолданыңыздар. Себебі салмасы қатты сұйық болып кетпеуі керек. Осылай ауасын шығарып ұрып аламыз. Ягоды қоссаңыздар болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Мен замороженный клубникаларды осылай бөліктерге бөліп қостым. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 45-50 минутта пісіріп аламыз. Достар, сіздерден бір өтініш: төмендегі подписаться деген батырманы басып, арнама тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Себебі менің арнамда 100-ге жуық видео рецепттер бар. Егерде кіріп көрмеген болсаңыздар, осындай плейлист бөліміне бөліп қойдым. Кіріп қарап көріңіздер. Сіз іздеген рецепттер табылуы мүмкін. Өте оңай, дәмді торттардың видео рецепттерін және де басқа да ыстық тағамдардың түрлі рецепттерін дайындап қойдым. Міндетті түрде өтіп қарап көріңіздер. Мінекей біздің пирогтарымыз пісті. Ең алғашқысы менде сметанный пирог. Міндетті түрде пирогтар суығаннан кейін формасынан шешесіздер. Духовкада тұрған кезде кішкене дірілдеп формасын ұстамаған секілді көрінуі мүмкін. Бірақ суығаннан кейін міндетті түрде формасын ұстайтын болады. Мінекей творожный пирог осылай әсемдеп қойдым. Сахарная пудра сеуіп, немесе жидектер қойып қойсаңыздар да болады. Өте дәмді және де үгітіліп тұратын, аузыңызда еритін пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бастысы, 2 пирогта бір қамырдан жасалынады. Той-томалаққа немесе құдалыққа ингредиенттерді көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен бірге Ләйла Гүл.